Апа, бүгін 5-ші күн іштіңіз, е? Иә. Қалай жағдайыңыз? Жағдайым жақсы. Түнде қатты ауыратын еді. Аяқтарым сырқырап, шаншитын еді сүйектер. Шыдай алмай шығатын ем. Ұйқы жоқ еді. Құдайға шүкір, мынаны ішкелі бері результаты шығып жатыр. Аяғыңыз түнде ауырмайтын болды ма? Аяғым вообще ауырмайды. Отырып, ана столда отырып, қайтып тұрсам тұра алмай қалатынмын. Тізім тығылып, баса алмай қалатынмын. Қазір тура тұрып, шығып, тұрып кете беретін болдым. Тізеден, аяқтан жалбы болмай жатыр қазір. Жалбы жоқ. Құдайға шүкір осыдан. Өйткені бар ғой, апа, ол бірден әсер етуі, мына 30 миллиграмм толтырып ішіп жатсыз ғой, сіз ше, осы бір 30 миллиграммда 8 аяққа буынға салатын уколдың күші бар мынада. Содан кейін бірден әсер етіп бастағанда. Иә. Мен де өзімді таң қалдым. Сразу несін сезген екен. Сезіп атырмын мен деп атырмын да. Балдар сразу ішкен заматы сезіп атсыз ба деп не атыр. Ол өзіме сезіліп атқан екен айтып атырмын. Мына аяқ, мына сүйек қақсайтын еді. Сүйек түнде қақсамайды. Жақсы жатырмын. Ұйқым жақсы. Ұйқым жақсы болып қалды, Құдайға шүкір.